Етегіне оралған алды 5 жаста, кенжесі емшекте 3 баламен 29 жасында Алмагүл жесір атанды. Өң мен түстей миша араласқан сол күндерді қанша еске алғысы келмесе де, алақандай ауылдың отқа май құя түсетін сөздерінен бұрын небәрі 35 жасында көлік апатынан тіл тартпай кете барған Айбардың өліміне сенбейтіндей күй кешті. Бәрінен де қыршынынан қиылған жасы жанына батса да, қойшы, әйтеуір артында қалып мына балаларына бас-көз болып тірі жүрмін ғой деп тәубесіне келіп қоятын. Алғашқы жылдары анасы қасында болғандықтан ба, жалғыз іліктің ауыртпалығын сезіне қойған жоқ. Айдың күннің аманында таңертең ғана жолың болсын, аман-есен барып қайт деп ауданға аттандырып салған Айбарынан найзағай ұрғандай қас-қағымда айырылып қалады деп кім ойлаған. Жүрегі қан жылап көздің жасына ие бола алмады. Ал жаназасын шығарып сүйікті жер қойнына тапсырған соң тіпті өмірден түңіліп ешкімді көргісі келмей, ешкіммен тілдеспей, сүлесоқ отырған да қойған. Меңіреу қалыпта тапжылмай отырған қызына тек шешесі ғана жалтақ-жалтақ қарайтынына тіпті селт етіп қоймады. Мына түрімен күйігі ішке түсіп ауру болып қалса, балаларына кім ие болады деген ой шешесі жазғанды түрткілеп маза берер емес. Жесірлігі құрғырды өз басынан өткерген біледі ғой. Мұндайда аяушылықтан гөрі қаттырақ айтып есін жинататын, намысын жанитын есті сөз пайдалырақ екенін жақсы түсінеді. Осы ойдың жетегінде қызына жақындап отырды да жайлап сөз бастады. Соры бес батпан сорлы балам-ай. Жесірліктің қамытын тым ерте кигенің-ай. Бірақ жесірлік атаулы тек сенің, болмаса менің ғана емес, әр әйелдің босағасынан сығалап тұрады. Бұл да өмірдің бір өткелі үлкен сынағы. Еш әйел жесірліктен құтыла алмайды. Басыңа түсті, көнгеннен басқа амалың жоқ. Алла тағаланың маңдайыңа жазуы сол. Бірақ үлкен өкінішіміз бұл сынақтың саған тым асығыс төтеннен келуі. Тірі адам тіршілігін жасайды ғой, айтары жоқ өлім. Айбар баламның өзіне обал болды-ау, қайтеміз. Бізде не қайран бар дейсің? Жол үстінде кеткендер иманын сері кеткендер деген. Иманы саламат болсын айналайын-ай деп бетін сипап қойды да, Алмашым, сен енді мені жақсылап тыңда. Мен ғой, әкеңнен 50 жасқа келгенде, оң мен солымды біліп, сендер есейгенде айырылып жесір қалдым. Ал жас жесірдің жолы одан да қиын, одан да ауыр. Мөлдіреп тұрған кезің, аяғыңа оралған 3 баламен не жастың есебінде, не егде әйелдің есебінде емессің. Енді тура жолмен қанша жүрем десең де, қисайған көлеңкеңнен кемшілік тауып табалайтындар табылады. Ақылың жетсе, түнде жылап, күндіз күлесің. Ауырсаң шыдайсың, қиналсаң төзесің. Құласаң қайта тұрып, көзіңнің жасын сүртіп тастап, өзіңді сабырға шақырғанда ғана түптің түбінде барлығын жеңіп шығасың. Осы сөзімді қашанда жадыңда сақтарсың балам, деді де құшағына алып сөзін әрі қарай жалғады. Қарағым, сенің Айбармен өткен бақытты күндерің келмеске кетті. Енді мына көзге көрінген шырақтарың үшін болған іске болаттай берік болмауға хақың жоқ. Менен туған қыз болсаң, мейірімді бекем бол, қатал тағдырдың сынына төтеп беруге дайындал. Кейде топырақты өлімнің де қайратқа шақырып, намысыңды жанитын кесірі болады. Жинал, есіңді жи, етек жеңіңді түр. Анасының бұл жұбатуына еш ишара білдірмеген Алмагүл мелшие түксеген қалпынан танбады. Сол мезетте сырттан қолда-аяққа тұрмай шырқырап жылаған кішкене бөпені көтеріп көрші қыз кірді. Баласының даусын естісе де, Алмагүл селт етпестен бір нүктеге қадалып алған. Кіші абысынның тағдырдың ісі ғой Алмагүл, баланың не жазығы бар, емізсеңші дегеніне де еш әрекет білдірмеді. Диванда жағалай отырған жақындары болса да, бір ауыз сөз айтуға бата алмай үнсіз бақылауда. Баланың шырылдап жылағанына қарамастан, тапжылмастан қатып қалған қызына не істерін білмеген анасы жаймен мәймөңкелеп айтқанынан нәтиже болмайтынын сезіп, даусын одан әрі қатқылдатып, жетер енді Алмаш, жалғанда сенің ғана байың өліп, жалғыз сен ғана байдан айырылсаң да, айтқанға көнбейтін болсаң, онда қазір асылып өл де, Айбардың артынан кет. Ақыр саған бала керек жоқ екен, біздер адам емес екенбіз, деп айқай салды.
Алмагүл оған да селт етпеді де, қадалған көзін тайдырмаған қалпынан айнитын сыңай байқатпады. Осы сөздерінен кейін де еш әрекет байқамаған, ашуға булыққан анасы шырқыраған бөпені алды да қызының алдына екпінмен тастай салып омырауын жұлқия аша бастады. Сонда ғана қызы басын көтерді. Қолындағы баласына үрпие қарап, мылқау адамша еш жауап қатпастан ықылассыз қолымен омырауын ашты да бөпесін емізуге ыңғайланды. Шырқыраған бала аузына емшек тиісімен жеттім бе дегендей ашқарақтанып емуге кірісті. Үйдегілердің бәрі Алмагүлдің іс-әрекетін бақылап тым-тырс отыр. Сол үнсіздікті кішкене бөпе қайтадан бұзып мазасыздана бастады. 3 күнгі қайғының ішке түскені шығар, бала қара терге малынып, қанша борпылдатып емгенімен сүт шықпады-ау шамасы. Амал іздеп қайта шырқырады. Мұны байқаған анасы, еміреніп иіп емізсеңші әй, жүрегің қара тасқа айналып кеткен бе, саған не болды сонша, деп езіле айтқанда, қатқыл дауысында діріл бар селкілдеп кетті. Шешесінің бұл айғайына да пысқырып қарамаған Алмош қолындағы баланы алды да жанында отырған әйелге сүлесоқ ұстата салды. Қимылы шалт, бедірейіп алған, құлағы таскерең, мына әлеммен байланысы үзілген. Отырғандар да көз алдында өтіп жатқан жағдайды байқастап, әрқайсысы өз ойымен әлек. Қайтсын-ай, бір ауылда көрші тұрып, кішкентайынан тай құлындай тебісіп, бір-біріне бауыр басып, ер жете келе сүйіспеншілікпен үйленген бақытты ерлі-зайыптының отбасылық ғұмыры осылай қайғы-қасіретпен аяқталғаны бәрінің де жанына батып отыр. Алмагүл тағдырдың осы ащы сыйын қабылдағысы келмей, іштей арпалысып, қарсылық көрсетіп-ақ бақты. Сыртқа шығарып жылағаннан да, әркімнің жұбату сөзінен де ештеңе өзгермейтінін, ешкімнің қолынан енді еш нәрсе келмейтінін білгендіктен де дүниеден баз кешіп, түңілісі тереңдеп барады. Өзін де, өзгелерді де көргісі келмейді. Сөзге құлақ асудан да ада. Кім кінәлі? Неге мен? Неге бұлай? Деген сөздердің арбауына ілініп, иірімнен шығалар емес. Ойлап отырса, содан бері қаншама жыл өтсе де, жесірлік дегеннің көзге шыққан сүйілдей көрінетініне көз жеткен жоқ па еді. Бәрі айтқанға ғана оңай, қаншама түн ұйқысыз, қаншама күн күлкісіз өткені тек өзіңе ғана аян. Мына қатын жетісіп қалыпты деп біреуі ернін шошайтса, біреуі алдыңнан өңменнен көзін өткізіп тұрып, мынаның жарқырап киініп жүргенін-ай, мынаның ахалап күлгенін-ай деп мысқылдап өтері бар. Ар тартсаң ары, бер тартсаң бері жетпейтін баяғы қу дүние қолында, жолында байлағанда өмірге налып, кей күні балаларына ренжіп, оларды да жек көріп, кейде екі қолын төбесіне қойып дүниенің түбі болса кетіп қалсам ба дейтін. Кейде баяғыда қазақ сорлы неге жесірін бір жылға дейін қара жамылдырып отырып, артынша қайнысына, болмаса қайнағасына қосып жіберген десем, осындай артында шуын шұбыртып қоятын жаманаты бар екен-ау. Сол дұрыста шығар, деп ойлап қоятын. Бірақ бүгінде бір жыл қара жамылып, қайнысына қосылатын қатын қайда? Байлары өлсе, көп ұзамай-ақ киініп, ішініп, жасанып, боянып, қыздай болып шыға келеді. Олардың бір жыл қара жамылып отырып, басқа біреуге қосылмақ түгілі, тірідей байларын жібере салып, тірі жесір болып жүргендері қаншама. Қайтеді, бұл да заманның сұрқылтай өзгерісі шығар дейтін. Қазір барлық ауыртпалық артта қалып, заманның да жақсылығы ел қатарлы балаларын жеткізіп, қызын ұзатып, айбарының артынан ерген ұлын үйлендіріп, аузын толтырып немере сүйіп отыр. Жаман атын шығармады. Сызып қойған сызығынан да аттамағанның арқасында өзі де жақсы атқа ие. Ауылдастар да, ағайын туғандары да сыйлап алдынан қия өтпейді. Өмір ғой, бәрібір жесірліктің бір шикілігі қылаң беріп қоятыны бар. Бірде Айбардың құрдасы сыныптастарын түгелдей Алматыға қонаққа шақырды. Өзі сияқты жастай жесір қалған Қалдыгүл екеуі барсақ па, бармасақ па деп көп ойланған. Жеме-жемге келгенде баратын болып шешті. Жол жөнекей келе жатып, жесірлікті бір адамдай татқан Қалдыгүл құрбысының, Алматай, енді екеуміз шақырған жерге барғанда ентелеп төрге шығуға ұмтылуды қоюымыз керек. Қанша рет байқадым, жоғары жаққа көбіне ерлі-зайыптыларды отырғызып жатады. Зады қатын ер тұсында деген рас шығар, деп айтқан сөзі әлі көкейінен кетпейді. Қонақтарды сол жолы да дәл Қалдыгүл айтқандай жайғастырды. Бұрын, «О, 8 қырлы бір сырлы атақты мергеніміз, сыныбымыздың мақтанышы» деп Айбар екеуін қояр да қоймай төрге шығаратын.
Қалдыгүл айтпаса да қалай байқамаған, төмендей бастағаны рас. Жас келе төрің не, әйтеуір ортадан қалдырмай шақырғанына риза. Қош, содан үзілісте қаланың көп қабатты үйлерінің бөлмелері белгілі ғой. Адам көп. Терін басайын деп балконға шықса, Айбардың жақын досы Кемел темекі тартып тұр екен. Ойында ештеңе жоқ. Салдырлап әңгіме бастап айтып жатқан. Бір кезде Кемалің: Алмагүл, сен кешірші, егер екеуміздің балконда оңаша тұрғанымызды Шәмшия көрсе, қызғаныштан ұрыс шығарудан тайынбайды. Мен кетейін, кейін деді. Төбесінен біреу қос қолдап ұрғандай есеңгіреп қалсын. Сәлден кейін сасқанынан: Я, әрине, деп қала берген. Міне, жесір әйелдің жүні қызыл дегені осы да. Зымыран уақыттай десеңші. Айбардың да дүниеден өткеніне 20 жылдың жүзі болыпты. Уақыт емші деп жатады. Қайдан емші болсын? Ерінен көңіл қалмағанда қиын көрінеді. Не сөзге келіп, не бет жыртысып ұрысып көрмеген соң, еске алып көңіл сөндіретін жаман қылығын таппай әуре. Дүниеден ерте өтеріне көрінді ме, ең болмаса бетіне бір жел болып тиіп шәйт демепті. Алмаш, Алматай деп өтті. Кейде жолдастарының: Осы сен неге әйеліңнің айтқанынан шықпайсың? Бір нәрсе айтсақ, Алматай біледі деп отырасың. Еркексің ғой, өзің-ақ шеше салмайсың ба дейтіндерге де жауабы дайын еді. Мен осы сендер сияқты әйелдермен айтысып, тартысып жүретін ерлі-зайыптыларды түсінбеймін. Әйелің сенің айтар жөн сөзіңді айтып, әйелдік, келіндік міндетін қамшы салдырмай атқарып, ағайынға да, досқа да, сенің абыройыңа да абырой қосатындай іс атқарса, аузымыз не қолымыз қышып несі бар? Кейде менің Алматайым анамның рөліне кіріп, баласындай өбіктейтіні бар. Мұндай әйелге не айтасың деп қоюшы еді. Содан да шығар, Алмагүл кешқұрым ұйықтар алдында күндіз біреу, түнде екеу болып азапқа түседі. Алматайының да Айбарға адалдығы шығар. Құдай қосқан қосағының қара шаңырағы, қара орманының түтінін өшірмей, артында қалған ұрпағының жаманатын шығармай, бүгінде қоңыр тіршілігімен біреуден кейін, біреуден ілгері өмір сүріп жатыр. Кейін ғой, Айбарының жан жарасы жазыла бастағандай, өз-өзіне келіп, ес алып, етек жеңін жинағандай болғанда, жанына аяздай батқаны, қолаң шашы тобыққа жететін, өзі реңді, көркіне ақыл сай әпкесінің, көп уақыт өтпей артынан ерген інісінің көкпар татып келе жатып, электр бағанасына соғылып, айдың күннің аманында мерт болғаны. Бертін келе үлкен ағасының әйелі келіндігімен бірге ауылға жаққан мұғалім жеңгесінің қазасы біразға дейін есеңгіретіп тастаған. Енді олары аздай, сол үлкен бауырының ортаншы ұлын Алматыдағы қанды қаңтар оқиғасында қаңғырған оқ па, әлде әдейі атылған оқ па, қыршынынан қиып түсті. Айбар мен інісінің өлімі оқыстан, әпкесі мен жеңгесін айналдырған ауру алып тынды деп көңіл сендірсе, мына бауырының қазасы жанын жеп, жасы келіп 70-тен асқанда, Құдай қосқан қосағынан бір, бауыр етінен екі айырылып, аңырап қалған ағасының жағдайы жанына қатты батты. Өлімнің бәрі өкінішті ғой, бірақ бұрын туғандар бұрын кетсе дейсің де. Қаңтарда шейіт болған қаншама өрімдей жастардың қаны кімнің мойнында? 2 жыл бойы бүкіл адамзатқа келген тажал індеттен ел шошынып, үрей билегені аздай, мынасына не жорық? Қаншама ата-ананың арманы үзілді, қаншама бала жетім, қаншама әйел жесір қалды. Өлімге араша тұра алмайсың, өлім айла таптырмайды, білеміз. Алайда ата-ана үшін бауыр ет баласына өз қолымен топырақ салып, қара жер қойнына табыстағаннан ауыр дерт жоқ шығар. Әкесі кетіп, баласы атам-ау деп жылап тұрса жарасар еді. Аллаға қалай жөн болғанын да білмейді. Ажалға себеп болды. Ағасының ошақтың 3 бұтындай 3 ұлының біреуі құлады. Бір кем дүние жасайды ма қайдам? Еркек адам осал келеді емес пе? Бәрінен де екі қолынан әл, екі аяғынан дәрмен кетіп қартайған шағында бір үйде жәутеңдеп нағыз жетім қалған қадырқұл ағасына қиын болмақ. Ер азамат бәрібір ұстамды ғой. Жұрттың жүрегін ауыртып сыздатқан әкесінің қайтыс болғанын түсінбесе де, әкелермен қоштасқан сәт естерінде қалар ма деп, бірі қолында, бірі етегіне оралған үйелмелі-сүйелмелі бейкүнә бөпелерін құшақтап, артында аңырап қалған жас келіннің зарын есту ешкімге оңай тимеді. Әсіресе Батыржанмен қоштасып, сүйікті алып кетердегі ақы иелерінің жанайғайы ғана емес, жиналған жамағаттың күңіреніп жылағанынан жер теңселгендей болды.